Сабақтың тақырыбы тарихи тұлғалар. Оқу мақсаты ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдары арқылы тану. Бағалау критерийі ауызекі және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдары арқылы таниды. Алдымен бағалау критерийі мен оған негізделген тапсырмалар бойынша құрылған дескрипторларға назар аударыңыз. Дескрипторлар мәтінмен жұмыс жүргізеді, ауызекі сөйлеудің стильдік ерекшелігін ажыратады. Көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін ажыратады, стильдік ерекшеліктерді тілдік құралдары арқылы таниды. Енді оқылым алды тапсырмамен танысыңыз. Мұнда сөздер мен тіркестердің сыңарын сәйкестендіріңіз, оларды ауызекі сөйлеу мен көркем сөйлеудің қайсысына тән екенін анықтаңыз. Бағдар сызықты пайдаланыңыз. Оқылым тапсырмаларында берілген екі мәтінді оқыңыз. Бірінші мәтін бойынша ауызекі сөйлеуге тән белгілерді анықтаңыз. Екінші тапсырмада екінші мәтін бойынша көркем бейнелі сөздерді теріп жазыңыз. Оқылымнан кейінгі тапсырма сіз оқыған екі мәтін бойынша берілді. Тапсырма: екінші мәтіндегі айтылған ой мен сөз оралымдарын қолдана отырып, бірінші мәтіндегі кейіпкерлердің арасындағы диалогты жалғастырыңыз. Ал қане іске сәт, назарыңызға рахмет.